Сәлеметсіздер ме? Менің атым Жанар болады. Сіздермен танысқаныма қуаныштамын. Осылайша видео түсіргенім тұңғыш рет екен. Енді бұл видеоны түсірудегі себеп осы біраз уақыттан бері достарым, сабақтастарым болмаса кейбір бейтаныс танымайтын кісілер маған сішін жазып жатты. Сен балаңды қалай тәрбиеледің, ағылшынша қалай үйреттің деген секілді. Мен енді ол кісілерге өзім әзір Алматыда болғандықтан ол кісілерге жауап жаза алмадым қайтарып. Сонымен енді осындай бір видео арқылы сол кісілерге жауап берсем деген ойдамын. Және осы бала тәрбиесі жөнінде өзімнің үйренген, түйген кейбір білген нәрселерімді сіздермен бөліскім келеді. Талайдан бері осындай ойым бар еді, оған өзім сол ойымды жүзеге асыра алмай жүргем. Енді осы кісілердің маған жазған хаттары мені тіпті де сенімді қылды. Осылайша бір видео түсіру керек екен деген ойға келдім. Сіздерге өзімнің 2 балам бар. Сол 2 баламды тәрбиелеу барысында біраз кітаптар көрдім. Озық ұлттардың, мысалы, үздік балаларын тәрбиелеу жолында не істегендері жайлы жазылған кітаптар болсын, болмаса көп өзім бала тәрбиелеу барысында жолыққан мәселелерді көп іздестіріп қалай шешсем болады деген секілді. Сонымен көп тәжірибелер қорыттым. Енді соларды сіздермен бөліскім келеді. Осыдан кейін күнде болмаса да енді біраз уақытта бір үстіп айтқым келеді. Сіздердің де балаларыңызды енді мен балаларым өте мықты, өте үздік, керемет деп айта алмаймын, бірақ енді өзімнің сол үйренген білімдерімді сіздерге де айтсам, сіздер де сол арқылы шамаларыңыздың келісінше балаларыңызды солай тәрбиелесеңіздер, бәріміздің ұрпақтарымыз жақсы болса, мықты болса деген ойда осылай бір видео түсіріп отырмын. Қабыл алыңыздар. Енді меніңше ақылды бала тәрбиелеуде ең маңыздысы біз ата-аналар өзіміздің баламен сөйлесу әдісімізді өзгертуіміз керек. Баламен сөйлесу тәсілімізді.